ертедегі біздің ауылда бір мынандай әңгіме бар. Екі ашқарақ жігіт бар екен, тамаққа тоймайтын ол. Ыстық суына қарамайды, тостақты төңкеріп бара береді екен. Сонау алыстан келе жатқанда Ақбоз үйдегі жеңгесі қарсы алады. Сөйтіп бұлар қатырайын дейді да, жаңағы ыстық көжені ағаш тостаққа құйып екеуін алдына қояды. Сосын айтады, айналайын қайындарым, байқама, осы аяқ астынан келіп қалдыңдар, мынау енді суып қалған көжет дейді. Ой, су жылытпай қойыңыз дейді. Ағашқа тостақтаған ағаш қасықпенен біреу ұрттап келіп қалғанда аузы күйіп қалып, көзінен жас ыршып кетті дейді. Әй, не болды саған десе, әкем ауырып жатыр еді, есіме түсіп кетті деп. Ана білдірмеген ғой. Намыс қой, намыс. Сол екіншісі ағаш қасықпен ауызға ыстық сорпаны құйып келіп жібергенде оның да көзіне жас ыршып кетті. Саған не болды десе, шамасы сенің әкең өлді-ау деп. Сонда бұл біздің бабаларымыз қазақтар деп айтамыз ғой. Қандай сабырлы болған. Аузы күйсе де, аузын күйттіп айтпаған. Жаңағыдай әдемі әзілмен шығып кеткен ғой.